Петропавлда Жамбыл ауданының мәдениет күндері өтіп жатыр. Шара аясында өнер ұжымдары қалалықтарға концерт қойды. Ал аудан мұрағатшылары көпшілік назарына құнды құжаттарды ұсынды. Кітапханашылар болса балаларды ісмерлік, бейнелі өнерін меңгеріп, әртістік қабілеттерін шыңдауға көмектесетін шығармашылық сыныптары туралы әңгімелеп берді. Бүгін мәдениет мерекесі аясында Жамбыл ауданының өнер ұжымдары қаланың әр жерінде концерт беруде. Достық үйінде Рябинушка вокалдық тобы түрлі ұлттың тілінде ән шырқап, халықтар достығын дәріптеді. Аталмыш ұжым 4 жыл бойы аудандық маңызы бар шараларды жақсы өткізуге атсалысып жүр. Зейнет жасынан шыққан әжелер осылайша уақыттарын тиімді өткізіп, пайдалы іспен шұғылдануда. Наша Рябинушка существует. Топта 8 адам бар. Ұжым түрлі ұлттың өкілінен жасақталған. Біз қазақ, орыс, украин тілдерінде ән шырқаймыз. Концерттік бағдарламалармен елді мекендерге барып тұрамыз. Бүгін міне облыс орталығына да келіп қалдық. Қалалықтарға ауылдағы тіршілік, онда тұратын жаны жайсаң адамдар туралы ән шырқаймыз. Осындай жиын шараларға зейнеткер Шайзат Байбосынова құрбысымен жиі келіп тұрады. Кейуана көпшілік арасына шыққан кезде серпіліп, бірнеше күн бойы жақсы көңіл күймен жүремін дейді. Ел іші өнер кеншік деген, ел ішінде де неше түрлі өнерпаздар бар. Мысалы, бәрі ашылмай жатқан жастар да бар ғой. Мысалы, өлең айтатын, неше түрлі домбыра тартатын. Ауылды жер болғасын, мынандай келіп мүмкіндіктері жоқ көбіне. Енді мынау аудан бойыменен, ауданның атымен келіп атқасын, осыны көрейік деп келіп отырмыз. Әрине, көңілімізден шығады, ұнаймыз, ұнатамыз. Осындай шаралар болып тұрса, біз сияқты зейнеткер адамдарға өте ризамыз. Осы күні Жамбыл ауданының кітапханашылары арасында байқау өтті. Зейнеп Суфиянова желес ақын жазушылардың шығармашылығына кеңірек тоқталды. Жамбыл ауданы өзен көлдері балық пен құсқа бай, осындай бай жерде дара тұлғалар келді. Яғни Сабит Мұқанов, Ғабит Мүсірепов, Иван Шухов, Сафуан Шаймерденов секілді. Кітап көрмесінде кітаптар, ірі романдары бар жазушыларымыздың, сондай-ақ фотосуреттері, хаттар бар. Бүгінде Жамбыл ауданында 10 кітапхана жұмыс істейді. Мамандар оқырмандарды тарту үшін түрлі әдіс-тәсілдер қолданады екен. Ол үшін әр мекемеде шығармашылық сыныптары құрылған. Онда мектеп жасындағы балалар түрлі басылымдарды ақтарғаннан бөлек ісмерлік, бейнелі өнер меңгеріп, әртістік қабілеттерін шыңдайды. Берік Қасен, Рустам Тілеужанов, муниципалдық телеарна.